біз айтамыз ғой, құлдық жоқ бізде деп. Құлдық бар. Құлдық бар. Келіндер тұрмыстағы құлдар. Келіндерді құл демеңдер. Қасиеттілер келін бола білгендер. Сендер сияқты санасы құл, қасиеті жоқтар, қасиетті келін бола алмай жүргендер. Сондықтан да келіндерді құл демеңдер. Қазақ ешқашан келінді құл қылып ұстамаған. Ата-енеңе берген екі шәугім шай мен екі қасық тамағыңды сол құлдық деп санап отырсыңдар ма сонда? Ата-енеңе бір-екі кесе шай мен бір тамағы ғой болды. Сол ғой болды, сол құлдық па сол? Қалғаны өзіңнің байың, өзіңнің балаларың істесең қалғаны. Келіндерді құл демеңдер, сендер құлдарсыңдар. Кауыштар бәле болды. Келін бола білу керек те. Келін болмасаң, қасиетті келін болмасаң, ертең арам қатып өлесің. Ал қасиетті келін болсаң, Құдай қаласа сен қазыналы қария, өнегелі ене боласың сен де ертең. Ал қасиетті келін бола білмесең, енеңе, ата-енеңе қарамасаң, ертеңгі күні сенде арам қатып, мыссан кемпір болып өлесің. Итак, көбеді өзі ата-енесіне қарап отқан келіндер.